Өткен бөлімде зомби апатынан кейін ютуберлер қалада аман қалуға тырысты, бірақ қауіп барған сайын күшейе түсті. Ютуберлер алып зомбиға тап болып әрең қашып құтылды. Күтпеген жерден ютуберлер Миллерді кездестірді. Ол қайта жақсы болып шығып, Миллер осының бәрінің артында нағыз бос тұрғанын айтты. Кейін олар Кәріс пен оның сыныптастарының территориясына кірді, бірақ Кәріс оларды ішке кіргізбеді. Ал зомбилермен шайқас кезінде пердебек тістелгенін мойындады. Ал Чина болса өз жарасын Нұрисламнан жасырып қалды. Ал бұл әлі бастамасы ғана еді. Достар, сериалды көріп жүрсіздер, көп рахмет, бірақ көбісіңіз арнаға жазылмай лайк баспай кетесіздер. Жазылу мен лайк біз үшін жай ғана батырма емес, жобаның жалғасуына үлкен қолдау. Сондықтан сериал ұнап жатса, онда аямай жазылып лайк басып кетіңіздер. Қазақты қызық қолдамағанда кім қолдайды? Ал енді ютуберлер әлемін бірге тамашалайық. Қаштым! Жоқ! Қоламаңдар мені! Ё-моё, тығырыққа тіреліп қалдым, достар, қойындаршы. Блин, так, жоқ, мен өлім келмейді. Мен сені жеймін. Достар, өтініш мынаны пранк деп айтыңдаршы. Блин, не істесем екен? Мыналар шынымен де зомбиге айналып кеткен ба? Қалай олай болуы мүмкін? Блин, неге олай болды екен? Пранк деп айтыңдаршы. Шөтшеге неге жақындап жатсыңдар? Мәди, Пердебек, Рома, мен танымайсыңдар ма? Şu жақындамаңдаршы маған. Жоқ! Түсімекен ғой. Жаныс тұр, қауіпсіз жер таптық. Неге көлікте ұйықтап қалғансың? Я ема кішкене ұйықтап қалған болмаса қой ұрысын тұрайық. Не айтып жатырсың өзі? Жүр, кеттік, ішке кірейік. Я, дұрыс айтасың, ішке кірмесек болмайды, кеттік. Оппа, Джеги, мен келдім. О, енді бәріміз түгел болдық. Бізге бөліну керек. Дұрыс айтасың. Басқа да тірі қалғандарды іздеуіміз керек. Бірақ емде іздеуіміз керек қой. Жалпы біз неше адамбыз? 8 адамбыз. Онда 3 адам қалған ютуберлерді іздеуге, 3 адам ем іздеуге, ал қалған екеуі базаны қорғауға қалсын. Жоспар маған ұнады. Енді кім баратынын шешуіміз керек. Кішкене ішінде тірі қалған адамдар бар шығар. Әлсіреп қалдым. Сөйлеуге әлім жоқ. Осымен бәрі бітті. Маған сен емді қалай да болсын табамыз досым. Бізде әлі 2 сағат бар. Оған дейін зомбиға айналмайсың. Тек өзін тұста, көп сөйлеме. Мә саған. Сен тағы да пайда болдың ба? Чина неғып отып тастағасың? Қуасың ба? Мен сені құтқарып қалдым. Досын зомбиға айналып кеткен. Немене? Рас па? Шын айтам. Ол сен тістейін деп қалды сәл болмағанда. Сонда Чинаны қалай тістеп алған? Қызық. Айтпақшы, сен деді вообще екеу едің деді ғой, досың қаяқта? Босым қайда дейсің ба? Тез, қолдарын көтеріңдер. Заттарын шығармайды екенсің ба? Мә сендерге. Оларды тонап кеттік. Досым ол, тез көлікке отыр. Не? Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Кешір досым, амал жоқ. Кешіріңдер, біз қателік жасадық, және болған жағдайда айтпай қойын, қатты ауыр тиді. Жақсы, түсінікті. Онда Чинаны осы жерге байлап кетейік, қалғандарын іздейік, онда кеттік. Жарайды. Не құбыжық мынау? Бос, бізге зомби келіп тұр. 2 есе дәу. Не істеп тұрсыңдар, атыңдар? Бұйрық келді. Атыңдар! Ешкім қашпасын. Әрқайсымызды базада отбасымыз күтіп тұр. Сондықтан өлсек те ерлікпен өлейік. До конца базаны қорғаймыз. Жағдай қалай? Бос, шамамен бұл біздің соңғы сөйлесуіміз. Бұл алдыңғылардан әлде қайда мықты, және бізге әскерді жетпейді. Сізге мың алғыс, өте мықты бос болдыңыз. Сау болыңыз. Үйге кіріп көрейік, керек зат тауып қалармыз. Біреу бар ма? Ешкім жоқ сияқты.
Сендер кімсіңдер? Менен не керек? Өтінем, бізге көмек керек. Досымды зомби тістеп алды. Ешқандай мүмкіндік жоқ. Досыңнан айырыласың. Сіз оны қайдан білесіз? Мен де солай қызымнан айырылдым. Сіз кімсіз өзі? Менің есімім Дамблдор. Және мен кезінде өте мықты сиқыршы болдым. Ал қазір жас өзінікін алып қартайдым. Онда досыма көмек бере аласыз ба? Менің әлім қалды деп ойлайсың ба? Мен саған тек бір затты ғана айта аламын. Тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Досыңды емдейтін зат ол өте сирек емдік дәрі. Және ол бір жауыздың қолында. Егер сен сол жерге барып емдік дәріні алып келе алсаң, досыңды да және басқа адамдарды да емдеуге болады. Себебі мен оның құрамын зерттеп көптеп шығаратын боламын, емдік дәріні. Онда маған ол жердің қайда екенін дәл қазір айтыңыз. Ең бастысы сақ бол, балам. Ал енді дәл осы ойынды бастайық. Дайынсыңдар ма? Иә. Иә. Кеттік ендеше. Не есік мынау? Мәссаған, қауіпсіз жер таптық ау әйтеуір. Жақсы болды ғой, жүр ендеше кеттік кірейік ішке. Иә, кеттік. Керек емес, кірмеңдер. О, қалайсың? Көп болды ғой көтіспегенімізге. Түсінбедім, не болып жатыр өзі? Неге кіруге болмайды? Сендерді көргеніме қуаныштым, бір өлімнен аман қалдыңдар. Егер бұл есікке кіретін болсаңдар, сендерді үлкен тұзақ күтіп тұр. Бұл есіктің ар жағында сендерді мыңдаған зомбилар күтіп тұрады. Кеше бір адамға көмектескенде екеуміз дәл осы есікке тап болдық. Ол кірді, ал мен үлгермей қалдым. Бірінші кіріп көрейін. Себебі есік бірден жабылды. Одан кейін ол есіктің ар жағынан ол адамның айғайлаған дыбысы шықты. Көмектесіңдер! Мұны қаланың бұзақылары әдейі істеп отыр. Адамдарды тонау үшін осындай тұзақ құрып. Машын ба? Өзіме сенбейтінім бар ғой. Сізге көп рахмет. Әлі бір ютуберді таппадық. Жеге, ана жақта біреу тұрған сияқты, кім деп ойлайсыңдар? Мынау Ареке емес па? О, Ареке! Бауырым, сен таптық ау әйтеуір.